Неге сонша арзан мынау? Білмеймін, бірақ әдемі ғой. Толықтай жабдықталған екен. Солай ма? Хабарласып көрейік онда. Алло, саламатсыз ба? Мен сізге хабарландыру бойынша қоңырау шалып тұр едім. Я, тыңдап тұрмын. Көлік қай жақта? Көлік қалада. Неғып бағасы сонша арзан? Мен шетелге көшіп кеткенмін ғой. Содан кейін арзанға беріп отырмын. Бәріңізде мұндай жағдай болғанына сенімдімін. Ең қызығы бұл схема әлі шейін жұмыс істеп тұр. Себебі біздің халық арзан нәрсеге қатты құмарды. Өкінішке қарай халқымыз сондай. Арзан нәрсені көрсе, естісе, бәрі жалмандап кетеді. Көліктің жағдай жақсы. Мен оны салоннан алғам ғой. Құжаттардың бәрі дұрыс. Егер керек десеңіз, суретке түсіріп жіберейін. Енді нақты алам десеңіз, тағы да 500 мың түсірем. Бірақ енді бір мәселе болып тұр. Кілті мен құжаттары менде, өзімен алып кеткен. Көлікті қалай көре аламыз? Мен онда ұшып келейін. Тек сіздер маған билет алып берсеңіздер, сосын оны алдын ала төлем деп санаймыз да, жалпы сомадан алып тастай саламыз. Қанша төлеу керек? Билеттің бағасы 300 мың теңге ғой деймін шамамен. Жарайды, көліктің ешқандай ақауы жоқ қой. Құжаттар дұрыс па дегенім ғой? Әрине. Құжаттардың бәрін жібердім ғой. Тексерем десеңіз, тексеріп алыңыз. Менде жасыратын дым жоқ. Жақсы, онда картаның номерін жіберіңізші. Таңқалап осындай ақымақ адамдарға. Көлікті көзбен көрген жоқ. Кіммен сөйлесіп жатқанын да білмейді. 21 ғасырда осындайға сенуге бола ма? Негізі алаяқтардан емес, осындай аңқау адамдардан қорқу керек сияқты. Дұрыс айтасың. Бірақ бізге жақсы. Ондай адамдар көп болса, бізде де жұмыс көп болады. Әрине. Ақша түсті. Түсті ме? Онда ол адамды боғатты. Енді адамдарға түсіндіру керек. Бұндай жағдайға түспеу үшін не істеу керек? Айналайындар. Товарды өз көздеріңмен көрмей, келісімнің заңдылығына көздеріңді жеткізбей, алдын ала ақша жібермейіңдер. Әйтпесе көп теңсіз қаласыңдар. Ерема, көліктің орнына енді пәтерді салшы. Пәтерге сенейін? Әрине, көп түсін ғой адамдар, бәріне сене береді.